Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен ең оңай және тез дайындалатын ореховое печенье рецебімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, қаймақ, сары май, жұмыртқа, вареный сгущенка, грек жаңғағы, қант және разрыхлитель. Қамыр дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сары майымызды қосып, міндетті түрде бөлме температурасында болған жақсы, және де қаймағымызды қосып, бәрін тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнға разрыхлительді салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Осыны салафанный мешочекке салып, холодильникке 30 минуттай қоя тұрамыз. Отыз минуттай тұрған қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Енді осы қамырдан 20 бірдей бөлшектерге бөлеміз. Дәл қазір видеода көрсетілгендей. Қамырымызды 20 бірдей бөлікке бөлдік. Печенье формировать ететін боламыз. Ол үшін жаңа қамырымыздың бір бөлігін алып, ұнымызды сеуіп жіберіп, қамырымызды оқтауымызбен жаямыз. Жайылған қамырымызды пышағымызбен кесіп шығамыз. Печеньеміздің салмасын салатын боламыз. Вареный сгущенканы аздап қана алып, үстіне грек жаңғағын қосып, осылайтып салып шығамыз. Осы видеода көрсетілгендей. Алдын ала дайындап қойған противенге май жақпаймыз. Жаңа қамырымызда сары май қосылған. Енді печеньемізді салып шығамыз. 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің ореховое печеньеміз дайын болды. Осы рецеппен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең оңай, ең тез дайындалатын печеньенің бірі. Балаларыңызға да, үлкендеріңізге де бәріне де ұнайды деп есептеймін. Сіздермен болған Гүлсезім.